Саламатсыздар ма? Қашықтан оқыту, қашықтан білім алған студенттер. Менің бүгінгі сіздерге айтайын деп отырған видео сабағым жалпы информатиканың теориялық негіздері. Бұл теория дегеніміз жалпы информатиканы толығымен қамтамасыз ететін сабақ. Осы теорияға толық информатика сабағы кіреді. Информатиканың теориялық негіздеріне барлық программалармен қалай жұмыс жасау, жалпы есептерді қалай шығару, алгоритмнен бастап программасын құру, соңғы мүмкіндіктеріне шейін осы теорияда айтылады. Енді жалпы осы теорияға кеңінен тоқталатын болсақ, жалпы алгоритм. Ең бастамасы алгоритм. Алгоритм дегеніміз қатаң емес анықтама. Бұл қандай да бір классқа жататын кез келген есептің нәтижесін қамтамасыз ететін анықталған қарапайым элементтер, әрекеттер тізбегі болып табылады. Бұл жалпы алгоритм. Кез келген дүние, алгоритм дегеніміз осы кез келген программаның есебінің бастауы. Алгоритмдер жалпы бұл кез келген аралық алфавитте өзгертілген ақпараттардың берілгендердің өзгеруінің шектелу ережесі, жалпы шектелу ережелер жүйесі болып табылады. Бұл алгоритмдердің құрылымына алгоритмдердің құрылымдық топтары болып, алгоритмдердің жалпы құрылымдық топтары болып, егер де ол стандартты функционалды блок ретінде көрсетілген болса, ол алгоритмнің құрылымдық тобы болып табылады. Жалпы алфавит. Бұл жалпы қазір осы компьютер жүйесінде жалпы кириллица алфавиттері. Кириллица алфавиттерімен біз көбіне осылармен жұмыс жасаймыз. Бұл жалпы алфавиттер көрсету реті тағайындалған бөліктер жиынтығы. Лексикографиялық рет деп те айтылады. Енді жалпы анализге тоқталатын болсақ. Анализ дегеніміз жүйенің жеке компоненттерінің ерекшеленуіне және қасиеттері мен байланыстарын қарастыруға негізделген зерттеу әдісі. Жалпы негізделген зерттеу әдісі. Бұл анализ дегеніміз. Енді ақпаратты сипаттаудың аналогтық формасы. Ақпаратты сипаттаудың жалпы аналогтық формасы. Аналог деген сөзіміздің өзіне осыған аз кем мағлұмат берсек. Ақпаратқа ие болатын сигналдармен көрсетілген және ақпараттық параметрлер уақыттың үздік функциясы болып табылатын хабарламаны сипаттау, жалпы аналог дегеніміз. Бұл сигналдармен көрсетілген ақпараттардың параметрін сипаттау дегеніміз кез келген таралу мүмкіндігіне ие, кез келген таралу мүмкіндігі бар программаның бәрі түгел осы сигналдармен таралады. Осы сигнал дегеніміз белгілі бір жиілікте таралатын дүниені осы сигнал деп те айтсақ болады. Енді бұл жалпы осы ақпараттық жүйе барысында осы компьютерлік технологияны пайдалануда біздер компьютердің алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, осы жадыларында байт, бит деген мүмкіндіктер бар. Енді осы бит деген дүниеге тоқталатын болсақ. Бит дегеніміз тәжірибенің екі бірдей мүмкіндігін, мәндердің энтропияның мүмкіндік мәндеріндегі энтропияның өлшем бірлігі. Жалпы осы дүниені бит деп айтсақ болады. Енді бұл жалпы осы информатика сабағында көптеген дүниелерді информатиканың теориялық негіздерінде теорияға сүйеніп көптеген дүниелерді айтсақ болады. Енді бұл теорияда мына видео сабақтарымызда айтқандай, енді теорияда көбіне осы компьютерлік мәндермен, компьютерлік жүйелермен, компьютерлік программалармен көп жұмыс жасаймыз. Енді бұлардың жалпы бұл осы теориялық жүйеде жұмыс жасау барысында бұл компьютердің жадыларына өте тығыз байланысты. Жадылары неғұрлым үлкен, неғұрлым памяттері жоғары болған сайын, оның соғұрлым мүмкіндіктері де мол. Қазіргі таңда енді Қазақстанда жалпы көп вуздарда суперкомпьютер жүйелерді іске қосылып жатыр. Бұл суперкомпьютердің де айта кететін болсақ, бұның да қазіргі таңда мүмкіндіктер өте мол. Енді қазіргі
таңда біраз университеттер осы суперкомпьютерге де қол жеткізіп жатыр. Енді бұл суперкомпьютерлар жалпы бір уақытта, бір мезгілде бірнеше программаларды, бірнеше мүмкіндіктерді пайдаланып жұмыс жасай алады, бір сөзбен айтқанда. Енді жалпы құжат сақтау, құжат дегеніміз не? Осыған аз кем мағлұмат берсек. Жалпы құжат деп белгілі бір программаның орындалу нәтижесінде құрылған өнім, белгілі бір программаның нәтижесінде құрылған өнім. Осы құжаттарды сақтауда, белгілі бір программада, белгілі бір кез келген жүйелерде жүзеге асырып, соны жалпы сақтауды осы құжат деп айтамыз. Логикалық жазу. Логикалық жазу дегеніміз не? Логикалық жазу дегеніміз мағыналы соңы бар қарапайым мәліметтердің жалпы атауының жиыны деп те айтсақ болады. Енді біздер жалпы осы жұмыс барысында, осы информатика пәнімен жұмыс жасау барысында осы информатикаға аз кем мағлұмат берсек, оған енді Ершов пен Наумовтың анықтамалары бар. Жалпы осы информатика деген дүниеге, информатика пәніне жалпы аз кем берген мағлұматтар. Ол анықтаманы былай берген: ақпараттық процестердің, жалпы ақпараттың, процестердің әдістері және олардың өңделуін жинақтау, сақтау, өзгерту, алмастыру, жалпы қасиеттерін зерттейтін бекітілген табиғи ғылым. Осыны жалпы информатика деп айтсақ болады. Бұл жаңағы ақпараттарды бір-бірімен алмастыру, басқа жақтан алған ақпаратқа қосымша ақпарат қосылатын, бәрі осы ақпарат көздерінде жұмыс жасалатын дүние. Енді жалпы ақпарат статистикалық анықтамасы. Ақпарат дегеніміздің статистикалық анықтамасы қандай? Бір мағыналы, белгілі бір мағыналы, берілген бар қандай да бір дағдының толық анықталуын төмендететін хабарламаның мазмұны. Бұған байланысты кему энтропиясы ақпараттың сандық өлшемі болып табылады. Ақпараттық процесс дегеніміз не? Ақпараттық процесс деп бұл ақпараттың мазмұны немесе хабарламаның сипаттамасы уақыт өтуіне байланысты өзгеруі. Осыны жалпы ақпарат деп айтамыз. Алгоритмді орындаушы. Алгоритмді орындаушы деп, алгоритмнің сипаттамасы дұрыс интеграциялайтын және ондағы қамтылған әрекеттер тізбегінің орындауындағы бейімделген субъективті немесе құрылғы. Субъективті құрылғы деп те айтсақ болады. Ақпараттың орындалуы дегеніміз. Ақпарат бұлағы дегеніміз не? Ақпарат бұлағы дегеніміз ақпаратты тудырушы және оны хабарлама түрінде бейнелейтін объект немесе субъект деп те айтсақ болады. Осы ақпарат дегеніміз. Жалпы ақпарат тасымалдау. Ақпарат тасымалдау дегеніміз не? Ақпарат тасымалдау дегеніміз алыс жақын жерлерден кез келген, мен осы енді мысалы түрінде айтатын болсақ, мен тура осы жерде жұмыс жасап отырып, басқа университеттің, болмаса басқа кез келген мемлекеттің университеттерінің сайттарына кіріп, солардан керекті материалдарды алып, кез келген дерек көздерін іздеу арқылы ақпарат алмастыру. Енді ақпаратты мен ала аламын, оларға ақпаратты бере аламын. Жалпы ақпараттың тасымалдауы дегеніміз осы. Енді кодтау. Кодтау дегеніміз жалпы не? Кодтау деген сөзіміз осы жалпы кодтау. Кодтау дегеніміз енді жалпы біз есеп түрінде, осы теорияның есеп түрінде айтатын болсақ, бұл шифрование. Екілік санақ жүйесі, 8-дік санақ жүйесі, 16-лық санақ жүйесі, осы санақ жүйелерінде осы кодтау мәндерін осы есеп барысында пайдаланамыз. Жалпы осы кодтау деп осында айтсақ болады. Енді байланыс жиілігі. Осы жаңа біз сабағымыздың барысында осы жиілікке үлкен мән бердік. Осы жалпы тербеліс жиілігі дегеніміз. Енді осы
тербеліс жиілігі неғұрлым жақсы жұмыс істеген сайын, неғұрлым тербеліс жиілігі жиі болған сайын біздің ақпарат құралдар көздерді соғұрлым жақсы тасымалданады деп айтсақ болады. Енді біздерге жалпы байланыс жиілігі туралы айтсақ, байланыс жиілігі деп бастаудың қабылдаушыға ақпаратты жіберуі жүзеге асатын байланыс каналы мен байланыс құрылғыларының жиынтығы. Жалпы осыны байланыс жиілігі деп те айтсақ болады. Ақпаратты материалдарды тасушы деп нені айтамыз? Ақпаратты материалдарды тасушы деп ақпаратты тасуға немесе ұсынуға арналған материалды объективті немесе объективті құрылғы деп те айтсақ болады. Модельдеу, бұл енді модель деген сөз біз кез келген затты алгоритмнен бастап программаға шейін апару дүниесін осы модель деп те айтсақ болады. Бұл модельдердің өте түрлері көп. Математикалық модельдеу, енді модельдердің түрлері өте көп. Қазіргі таңда осы модельдердің бәрімен кеңінен жұмыс жасауда. Осы жалпы модель сөзіне тоқталатын болсақ, берілген есептердің прототипті заттың қасиеттерін көрсететін құраушы бөліктердің элементтерін бірігу және олардың арасындағы байланыс деп те айтсақ болады. Тексеруші модель. Енді осы модельдердің тексерушісіне тоқтасақ, тексеруші модель дегеніміз бұл қолдану нәтижесі прототиптің өзінің салыстырмалы, яғни сәйкес болатын модель деп те айтсақ болады. Белгілер жиыны. Бұл белгілер жиыны дегеніміз не? Белгілер жиыны дегеніміз белгілердің дисктегі жиыны. Жалпы бұл компьютердің жадындағы сақталатын дүние. Диск дегеніміз осы компьютердің жадысында сақталатын дүниелер деп те айтсақ болады. Енді объект сөзіне тоқталатын болсақ, объекті дегеніміз берілген есепте ол ішкі құрылғыға ие болмайды және бір бүтін ретінде қарастырылады. Сызықтық әсердің нәтижесінде өзгеріске келетін қасиеттер жиынына ие болады. Ол анықталған, жалпы бұл объекті деген сөзіміз жалпы анықталған дүние. Объекті осы бағытталған дүниелеріміздің бәрі объектіде, осы объекті деп те айтсақ болады. Осы объекті деген жалпы осы жалпы информатиканың теориялық негіздерінде теорияда көбірек айтылатын сөздер деп те айтсақ болады. Енді бұл информатиканың теориялық негіздері сабағында осы көбіне осы заттармен, осы жалпы айтқан мәндеріміз, осы жалпы айтқан анықтамаларымыз көп қолданылатын дүниелер деп те айтсақ болады. Енді біздер осы жалпы теорияда осы ақпарат құралдар көзін пайдаланып, осы компьютерді пайдалану барысында біздер көп программалар құрамыз. Бұл жалпы программа дегеніміздің өзі не? Программа дегеніміз компьютер. Компьютер атты орындаушыдағы ақпаратты өңдеу бойынша жүргізілетін әрекеттер тізбегі. Бұл жалпы программа. Программа деп осы дүниені айтамыз. Енді параболалық объект. Параболалық объект дегеніміз берілгендер мен берілген жиынның өзгеру мүмкіндігін анықтайтын әрекеттесулер. Бұл жалпы сигнал. Сигнал дегеніміз не? Сигнал дегеніміз жалпы енді қарапайым тілмен айтқанда сигнал дегеніміз белгілі бір жақтан келіп екінші жаққа қарата беріліп жатқан мәндерді, болмаса осы жердегі ақпарат құралдар көздерін пайдаланудағы белгілі бір сигналдар, нұсқаулар арқылы біздер жұмыс жасап ақпарат барысын ары қарата жүзеге асыра аламыз. Енді бұл жалпы сигнал деп ақпаратты ұсыну үшін қолданылатын заттық сақтаушылардың сипаттамаларының өзгерісі деп анық айта аламыз. Дискретті сигнал дегеніміз не? Дискретті сигнал деп оның параметрлері қандай да бір интервалда ақырғы санның мәнін қабылдайды. Осыны жалпы дискретті сигнал деп те айта аламыз. Енді біз жалпы жаңағы
осы видео сабағымыздың барысында жалпы біз кодтау сөзіне тоқталдық. Осы кодтау сөзі дегеніміздің өзі не? Кодтау дегеніміз жалпы біздер айттық, осы жалпы санақ жүйесінде есеп барысында көп пайдаланамыз деп. Енді осы жүйелі код деген дүниеге тоқталсақ, бұл жүйелі дегеніміз жалпы НК коды мұндағы барлық тексерілетін биттердің мәні ақпараттық биттердің сызықтық комбинацияларымен анықталады деп те айтсақ болады. Енді осы біздер осы кодтаудың барысында санау жүйесі дедік. Осы санақ жүйесі дегеніміз не? Арнайы белгілердің көмегімен, цифрлардың көмегімен берілгендерді сандармен жазу ережесі. Бұл жалпы санау жүйесі. Санау жүйесі деп арнайы белгілердің көмегімен, яғни цифрлардың көмегімен белгілерді сандармен жазу ережесі. Бұл жалпы осы шифрование дегеніміз жалпы ақпарат құралдар көзінде өте кеңінен қолданылып келеді қазіргі таңда. Өте кеңінен қолданылып келеді. Енді есеп барысында осы видео сабағымыздың алдында айттым. Жалпы бұл санақ жүйесінде 2-лік, 8-лік, 16-лық, 6-лық санақ жүйелерінде осы жалпы шифрованияны көп кеңінен айтсақ болады. Енді жалпы осы компьютермен жұмыс істеу барысында осы хабарлама дейміз. Хабарлама келді, болмаса хабарлама жібердік. Бұл хабарлама дегеніміздің өзіне, хабарлама дегеніміз сигналдар тізбегі. Яғни сигналдардың тізбегін хабарлама деп айтамыз. Алгоритмдердің уақытша күрделілігі. Бұл алгоритмдердің жалпы уақытша күрделілігі дегеніміз не? Бұл енді отырғанымыз жалпы сөздердің жиыны. Бұл жалпы лекциялардың барысында көп айтылады. Енді К деп көп мәндер беріледі. Осы дегеніміз сөзінің әрбір кіру ұзындығына сәйкес алгоритмдердің шешуге келетін максималды уақыттарының орны. Осыны жалпы деп айтамыз. Енді жалпы осы сызба, осы біздер осы информатиканың теориялық негіздері мен осы теориядан көбіне біздер осы ақпарат құралдарын пайдалану барысында осы сызба жүйелерінде көп жұмыс жасаймыз. Бұның ішінде сызба жүйелерінде арнайы программалар бар, және де арнайы мүмкіндіктері өте көп. Енді осы сызба дегеніміздің өзіне, сызба дегеніміз бұл базисті элементтер комбинациясы. Бұлардың бір элементтерінің шығу басқалардың кіруіне сәйкес келеді. Сызба деп бұл базисті элементтердің комбинациясы жалпы. Базисті элементтердің комбинациясы, яғни элементтердің жиынтығы деп айтсақ болады. Енді жалпы осы біздер осы жалпы сақтау ақпарат құралдарын сақтауда, осы жалпы ақпарат құралдарын жазуда, осы біздер бірінші осы жалпы Word-та көп пайдаланамыз осы ақпарат құралдарын жазу барысында. Енді бұл жалпы файлда сақтаймыз көбіне, сосын Word-та сақтаймыз. Word-та сақтаған дүниені файлға саламыз. Файлға салып, соларда көп ақпарат құралдарының жиынтығын осы файлда, Word-дағы жиналған көп ақпарат құралдарын осы файлда сақтаймыз. Осы файл дегеніміз ақпараттарды сақтау жүйесінде сипатталатын және бір ортақ болып қарастырылатын физикалық жазылымдарының анықталған түрде безендірілу жиынтығы деп те айтсақ болады. Бұл жалпы файл деген дүниеге толық мағлұмат бергендегі мәніміз деп айтсақ болады. Енді бұл жалпы осы ақпарат құралдар көзін пайдаланып, осы теорияны пайдаланып, біз көбіне энтропия деген сөзді осы кеңінен пайдаланамыз. Жалпы бұл энтропия дегеніміздің өзі не? Энтропия деген мағынаға, энтропия сөзіне кеңінен тоқталып, энтропия сөзін айтатын болсақ, жалпы энтропия дегеніміз дағдының анықталған мөлшері. Мұнда оның шығыстардың орташа анықталмағандығына тең болатын кездейсоқ әрекеттің көрсетілуі. Жалпы осыны энтропия деп те айтсақ болады.
Жалпы осы біздер осы информатиканың теориялық негіздері пәнін пайдалана отырып, енді аз кем мағлұматты осылай берсек болады. Жалпы информатика пәні және оның мақсаты деген сөзге аз кемге мағлұмат беретін болсақ, информатиканың пайда болуы және дамуы, олардың бәрін айтатын болсақ, информатика дегеніміз жалпы ақпарат, осы ақпараттарды тасымалдау. Жалпы осы біздің қазіргі таңда көп қолданыста жүретін осы информатика мәні осы ақпараттардың тасымалдауы деп айтсақ болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға